Даңқты мұнайшы, жазушы, КСР мұнай өнеркәсібінің құрметті мұнайшысы, Ақтау қаласының және Жаңаөзеннің құрметті азаматы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Рахмет Өтесінов 1927 жылы Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қарабау ауылында дүниеге келген. 1951 жылы Мәскеудегі мұнай институтын бітірген. 1964-1970 жылдары Өзен мұнай өндіру басқармасының бастығы болды. Рахмет Өтесінұлы жаңадан құрылған мұнай өндіру басқармасының басшысы ретінде 6 жыл абыроймен еңбек етті. Ұжымды қолдан құрып, ұйымдастыру кезінде жас басшы бір сәт тыным тапқан емес. Көрші жатқан Құлсары ауданына барып, жұмысшыларды жаңа кәсіпорынға шақырды. Сонымен қатар, басқа республикалардан әртүрлі ұлт өкілдерінен қажет мамандарды жұмысқа шақырып, олардың алаңсыз еңбек етуіне жағдай туғызды. Рахмет Өтесінұлы байсалды да жайдары әрі кеңпейіл мінезінің арқасында қарауындағы адамдармен қашанда сыйлас қарым-қатынаста болды. Сырттан келгендердің арасында тағдыр талайының тезіне түссе де, адамдығын сақтап қалған ерекше тұлғаларда көптеп кездесетін. Кейін Рахмет Өтесінов оларды көркем шығармаларының прототипіне айналдырды. Кейбіреулері туралы мақала жазды. Жаңаөзен мұнай өндіру кәсіпшілігі 1965 жылы алғаш рет 330 мың тонна мұнай өндірді. Келесі жылы 1,5, одан 3 миллионға жетіп, өндірістің мерейі үстем бола бастады. Ал 1969 жылы өзен ел қазынасына 7 миллион тонна қара алтын құйды. Жаңаөзеннің қала болу болмауы туралы ұзаққа созылған дау 1968 жылы қалаға еліміздің бірінші хатшысы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев арнайы сапармен келгенге дейін созылды. Жоғары мәртебелі қонақ қатысқан ресми жиналыста Рахмет Өтесінов 1 сағатқа жуық баяндама жасап, өндірістегі жағдайды егжей-тегжейлі түсіндірді. Еліміздің экономикасына елеулі үлес қосып тұрған жаңаөзендік мұнайшыларға қала атының керек екендігін дәлелдеп берді. Жиналыстан кейін Дінмұхамед Ахметұлы ықпалымен Жаңаөзенге қала аты берілді. Тағдырға не шара, Қазақстанның басшысы келіп кеткеннен кейін 1 жылға жетер-жетпес уақытта Рахмет Өтесінов Ақтауға сапарға бара жатып, көлік апатына ұшырады. Жазушы Рахмет Өтесінов 84 жыл бақытты ғұмыр кешті. Мағыналы өмірінің тура жартысын 42 жылын мүгедек арбасына таңылып, шығармашылықпен өткізді. Яғни 42 жыл ауыр науқаспен арпалысып отырып, үздіксіз жазды. Соңына мұнайшылар өмірін сомдаған әртүрлі жанрдағы романдар, хикаяттар, өлеңдер, мақалалардан тұратын 11 кітап қалдырды. Ендеше кітапханамыздың қорындағы кітаптармен таныс болыңыздар. Алыптың ашылуы кітабы, айтылмаған ән кітабының заңды жалғасы. Бұл кітапта Маңғыстау түбегіндегі мұнай көзінің ашылу тарихы көркем әңгімеленеді. Оқиға 50-ші жылдардың орта шенінде басталып, 60-ші жылдардың басында бірінші фонтанның атылуымен аяқталады. Алыстағы алау, айтылмаған ән Алыптың ашылуы кітаптарында қозғалған тақырыптың соңы. Мұнда Маңғыстауда ашылған алып мұнай көздерінің игерілуі сөз болады. Шығарманың өзеңі кен қорғау мәселесі, есте қалатын сан алуан характерлердегі көз алдыңыздан өтеді. Шығарма қарапайым тілмен жазылған, жеңіл оқылады. Рахмет Өтесінов, құрастырушы Жұмабай Құлиев. Бұл жинаққа жазушы Рахмет Өтесінов туралы 1974-2005 жылдары арасында одақтық және республикалық газет-журналдарда қазақ және орыс тілдерінде жарияланған мақалалар мен очерктері жинақталған.